Менің балалық шағым ауылдың шетіндегі екі қатар үйдің арасында өтті. Біздің үй мен көршінің үйі арасында тек бір қоршау ғана бар еді. Биік емес, құлап қалған жерлері көп, бірақ сол қоршаудың ар жағындағы өмір мүлдем басқа әлем сияқты көрінетін. Көршіміз Әбдіғали аға. Қатал адам. Ауылда оны Темір әке деп атайтын. 40-тан асқан, ұзын бойлы, қара сұр, сақалы әрқашан қысқа қырқылған. Көзі қатты, сөзі аз, бірақ әр сөзі балтадай. Әйелі апамыз тыныш, мойынсұнғыш әйел. Ал олардың 4 қызы. Айгүл, Гүлнар, Жұлдыз, Мейрамгүл, төртеуі де бір-біріне ұқсас, бірақ әрқайсының өз ерекшелігі бар. Айгүл үлкені 15-інде ақ бой жеткен сияқты, көздері терең, қара шашы беліне дейін. Гүлнар екіншісі, күлкісі жоқ, бірақ күлгенде бүкіл жүзі нұрланады. Жұлдыз үшіншісі, ең тентек, бірақ әкесінен қатты қорқатын. Мейрамгүл кішкентайы, әлі бала, бірақ көздері әрқашан бір нәрсе сұрап тұратын. Біз ауылдың басқа балалары кешке жиналып вечер жасайтынбыз. Біреуі гитара келеді, біреуі радио, қыздар ән айтып, ұлдар би билейтін. Қызық ойындар, бөтелке айналдыру, күлкі, шу жастардың қызу қаны. Ал көршінің 4 қызы олар ешқашан шықпайтын. Кешкі сағат 8-ден кейін үйдің есігі жабылады. Терезелерден жарық көрінеді, бірақ ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Бір күні мен 13-те болсам керек, Айгүлмен қоршаудың жанында кездік. Ол су алып келген, шелегі ауыр екен, қолымды созып көмектесемін дедім. Ол бір сәт маған қарап тұрды да күлімсіреді. Раушан, сен біздің үйге кірсең, әкең ұрмай ма деді. Мен күлдім, менің әкем ұрмайды ғой, сендердікі ұра. Ол басын шайқады. Ұрмайды, бірақ тыйым салады. Бізге ешкіммен сөйлесуге болмайды. Әсіресе ұлдармен. Сол күннен бастап біз құпия құрбылар болдық. Қоршаудың астындағы тесік арқылы хат жазатынбыз. Қағазға мен сені сағындым деп жазып тастайтынмын. Ол жауап ретінде гүлдің жапырағын немесе кішкентай тас әкеліп қоятын. Бірде ол маған, біздің әке бізді еркіндікке жібермейді. Ол айтады, қыз баланың орны үйде. Көше жаман әдеттің мекені деп жазыпты. Мен оған, бірақ сендердің көздерінде арман бар ғой деп жауап бердім. Жазда ауылдың ар жағындағы өзенге барып шомылатынбыз. Біздің қыздар шаштарын шешіп, суға секіріп, күліп ойнаушы едік. Ал Айгүлдер, олар үйде отыратын. Терезеден қарап тұратындарын бір рет көргем. Гүлнардың көзі мұңлы, Жұлдыздың беті қызарып, қолын сермеп келіңдер дегендей ымдап тұрған. Бірақ шықпады. Әкелерінің қамшысы үйдің ішінде әрқашан дайын тұратын сияқты. Бір күні түнде мен ұйықтай алмай, терезеден қарасам, көршінің үйінің артқы жағында шам жанып тұр. Қызық болып қоршаудан өтіп жақындадым. Терезенің пердесі ашық екен. Іште Әбдіғали аға отыр. Қолына қамшы ұстап қыздарына қарап отыр. Сендер менің намысымсыңдар. Бір қате жасасаңдар, бүкіл ауылдың алдында масқара боламыз. Сондықтан үйден шықпаңдар. Еркектердің сөзіне ермеңдер. Өйткені еркектер жалған деп тұр. Қыздар тізерлеп отыр, бастарын төмен салған. Айгүлдің иығы дірілдеп тұрғанын көрдім. Ол жылағалы тұрған сияқты, бірақ жыламады. Сол түннен кейін мен оларды одан бетер айтын болдым. Біздің вечерлерде күлкі көп болса, олардың үйінде тыныштық. Біздің ән биімізде еркіндік болса, олардың өмірінде қамал. Уақыт өте келе қыздар өсті. Айгүл 18-ге толған жылы мектеп бітірді. Ауылдағылар қыздар оқуға кетеді ме деп сөйледі. Әбдіғали аға рұқсат берді. Бірақ тек оқу үшін. Басқа ештеңеге жол жоқ деді. Қыздар үлкен қалаға Алматыға кетті. Айгүл алғашқы болып. Артынан Гүлнар, сосын Жұлдыз бен Мейрамгүл. Мен ауылда қалдым. Бірақ хат жазатынбыз. Алғашқы хаттарда қуаныш көп, қала керемет. Көшелері жарық, адамдар көп, еркіндік бар деп жазатын. Бірақ кейін хаттар сиреген. Айгүлдің соңғы хаты, ақша жоқ.
Жұмыс табу қиын. Бірақ бір жолын табамыз деп аяқталған. Мен білмедім ол жол қандай болатынын. Бірақ көп ұзамай ауылға қауесет тарады. Әбдіғалидың қызы ақша үшін деген сөздер. Мен сенбедім. Сенгім келмеді. Бірақ бір күні, жылдар өткен соң, олар қайтып келді. Төртеуі де. Ауылға әдемі киінген, бірақ көздері басқаша. Қатты өзгерген. Тентек еркін түнде үйдің есігі ашық тұратын болды. Ал әке әлі сол үйде. Олардың әкелген ақшасына тамақ алады. Ет, күріш, май бәрі сол ақшаға. Бір түні терезеден қарап тұрдым. Айгүл есікті ашып бір еркекті кіргізді. Ол күліп еркектің мойнына асылып ішке кірді. Есік жабылды. Ал әке ас үйде отырып шай ішіп тұрған. Сол кезде түсіндім, қатал тәрбие қыздарды қорғамаған. Қайта оларды басқа жаққа итермелеген. Енді олардың денесі табыс көзі. Ал әке сол табыспен өмір сүріп жатыр. Бұл олардың тарихының басы ғана. Алматы 2018 жылдың күзі. Қала жарықтары Айгүлдің көзіне шағылып, жүрегін қысып тұрған. Жатақханадағы кішкентай бөлме 4 қыз бірге тұратын, бірақ қазір жалғыз. Гүлнар жұмысқа кеткен, Жұлдыз бен Мейрамгүл әлі оқуда. Айгүл телефонды қолына алып экранға қарап отыр. Соңғы 2 айда жұмыс таппай, ақша таусылған. Асханадағы тамақ, бір стақан шай мен ескі нан. Әкесіне хат жазған, әке, ақша жіберіңізші. Жауап келмеді. Тек өзің тап деген қысқа сөз. Ол Facebook тағы бір жарнамаға жауап берген. Жас әдемі қыздарға жақсы табыс. Кездесулер қымбат төлем. Бірінші хабарлама, сәлем, сурет жіберші. Екіншісі, кешке кездесеміз бе? 50 000 теңге. Айгүлдің жүрегі соғып кетті. Қорқыныш, ұят, бірақ одан да күшті аштық пен әкесінің өзің тап деген сөзі. Кеш сағат 9. Қонақ үйдің алдында тұр. Қара көйлек киген, шашын ашық тараған. Аяқ киімі биік өкшелі бірінші рет киіп тұр. Еркек келді. 40-тан асқан, іші шыққан, бірақ костюмі қымбат. Айгүлсің бе? Керемет екенсің деді күліп. Қолына ақша салды, 50 000. Жоғары шығайық. Лифтте тұрғанда Айгүлдің аяғы дірілдеп тұрды. Бөлмеге кіргенде шамдар өшіңкіреу, тек төсек жанындағы шам жанып тұр. Еркек есікті жапты. Қорықпа, мен саған жамандық жасамаймын деді. Ол жақындап Айгүлдің иығына қолын қойды. Қолы жылы, бірақ жүрегі мұздай. Ол Айгүлді төсекке отырғызды. Киімді шеш деді. Айгүл көзін жұмды. Көйлегін шешкенде денесі қалтырап тұрды. Суық, ұят, бірақ еркек оны құшақтады. Денесі ауыр, бірақ жылы. Сен өте әдемісің деп сыбырлады. Оның ерні мойнынан бастап төмен қарай жылжыды. Айгүлдің терісі түршігіп кетті. Бірақ бір сәтте бір түрлі сезім келді. Жылылық дене ішінен отала бастады. Еркек оны жатқызды. Қолдары кеудесінен бастап беліне, одан әрі төмен қарай сырғыды. Айгүлдің тынысы тездеді. Қорықпа деді ол тағы. Саусақтары нәзік жерлерді тапты. Айгүлдің денесі өзінен өзі жауап берді. Ішінен бір толқын көтерілді, алғашқы рет сезінген ләззат. Қорқыныш әлі бар, бірақ оны басып жатқан нәрсе осы жылылық, осы жанасу. Ол Айгүлдің маңдайынан сүйді. Сен кереметсің деді. Ақшаны үстелге қойып кетті. Айгүл төсекте жатып төбеге қарады. Денесі әлі дірілдеп тұр. Ішінде екі сезім, ұят пен қызығушылық. Бұл осындай ма екен деді өз-өзіне. Ақша бар. 50 000. Әкесіне жіберуге жетеді. Бірақ одан да маңыздысы сол ләззат. Ол бұрын ешқашан сезінбеген нәрсе. Қамалған өмірде тұншыққан дене енді еркіндіктің дәмін татты. Келесі күні Гүлнарға айтты. Мен жасадым. Қорқынышты, бірақ жақсы болды. Гүлнардың көзі үлкейді. Қанша? 50 000. Гүлнар бір сәт ойланып күлді. Маған да үйретші. Сол күннен бастап Айгүл өзгере бастады. Телефонға хабарламалар көбейді. Кездесеміз бе? Қанша? Ол үйренді.
қалай киіну керектігін, қалай күлімдеу керектігін, қалай ләззат беру керектігін. Әр кездесуден кейін ләззат күшейді. Бір күні бай еркекпен болды, ол оны қымбат мейрамханаға апарды, сосын қонақ үйге. Сол түні Айгүл алғаш рет шынайы құмарлықты сезінді. Еркектің қолдары сиқырлы сияқты әр жерін сипады. Ерні кеудесінен бастап ішіне дейін жылжыды. Айгүлдің денесі оттай қызып, толқындар теңіздей жұтты. Жыл өтті. Айгүл сіңілдерін шақырды. Қалада ақша табу оңай. Бірақ жалғыз қиын. Бірге істесек. Гүлнар бірінші келісіп, сосын Жұлдыз бен Мейрамгүл олар үйренді. Айгүл үйретті, қалай еркектерді қызықтыру, қалай ләззат алу, қалай ақша табу. Төртеуі бірге жұмыс істеді. Кейде бірге, кейде жеке. Ләззат олардың күнделікті өміріне айналды. Дене құрал, бірақ сонымен бірге рахат көзі. Бірақ әр түннің соңында Айгүл әкесін ойлайтын. Жіберген ақшасына әке тамақ алады. Ет, күріш, май. Менің қыздарым жақсы оқиды деп мақтанады ауылда. Ал шындық олардың денесінде. Бір күні төртеуі шешті, қайтамыз. Ауылға қала шаршатты. Бірақ жұмыс тоқтамайды. Енді ауылда жалғастырамыз. 2025 жылдың жазы. Ауылға қайтып келгенде ауа салқын, бірақ жүрек ыстық. 4 қыз Айгүл, Гүлнар, Жұлдыз, Мейрамгүл әкесінің үйіне кіргенде есіктің алдында тұрған дығия бір қарап тұрды да, басын изеп қана. Келдіңдер ме, деді. Даусы қатты емес, бірақ әлі де сол темірдей. Қыздардың әдемі көйлектері, қымбат сөмкелері, мобильдері бәрі оған бөтен көрінді. Бірақ сөз қатпады. Тек тамақ ішіңдер деді де ас үйге кірді. Алғашқы аптада бәрі тыныш болды. Қыздар үйде отырды, ауылдың өсек аяңын тыңдады. Әбдіғалидың қыздары қаладан қайтты ғой, байып келіпті деп сөйледі көршілер. Бірақ ешкім шындықты білмеді. Немесе білгісі келмеді. Бірінші түн. Сағат 11-де. Айгүл телефонға қарап отыр. Хабарлама, келдім, қайдасың? Жіберуші ауылдың шетіндегі бұрынғы мектеп мұғалімі, қазір орта жастағы кәсіпкер. Айгүл күлді. Артқы есіктен кіргіз деп жауап берді. Гүлнар мен Жұлдыз бөлмеде күліп отыр. Мен бірінші барамын, деді Жұлдыз. Жоқ, кезекпен, деді Айгүл. Мейрамгүл әлі жас, бірақ ол да қатысқысы келеді. Мен де, деді. Айгүл басын шайқады. Сен әлі күт. Біз үйретеміз. Артқы есік ашылды. Еркек кірді. Қара киім киген, бетін жаулықпен жауып алған. Айгүл оны қараңғы бөлмеге апарды. Бұрынғы қойма, қазір төсек төселген. Есік жабылды. Іште шам өшіп тұр, тек телефонның жарығы. Еркек кеткенде 100 000 теңге қалдырды. Айгүл ақшаны санап күлді. Бұл тек басы. Келесі түндерде кезек жалғасты. Гүлнардың кезегі келді. Ол ең нәзік қыз. Жұлдыз ең тентек. Ол бірден 2 еркекті қабылдады. Бір түні екеуі келді. Біз бірге, деді. Жұлдыз күлді, қосарлы баға. Олар төсекке жатқызды. Дене терге малынып шыңға жетті. Екеуі де аяқтағанда Жұлдыз күліп жатты. Тағы келесіңдер ме? Мейрамгүл әлі жас, бірақ қызығушылық күшті. Айгүл оны бірінші рет үйретті. Қорықпа, біз біргеміз, деді. Бір түні жас еркек келді, ауылдың жаңа мұғалімі. Мейрамгүл оны бөлмеге апарды. Алғашқы сәтте қорықты. Бірақ еркек нәзік болды. Мен саған жамандық жасамаймын, деді. Ол Мейрамгүлді құшақтап баяу сүйді. Ерні мойнынан бастап кеудесіне дейін жылжыды. Мейрамгүлдің денесі түршігіп, сосын жылыды. Әр түннің соңында ақша жиналды. Қыздар оны әкесіне беретін. Әке, мынау тамаққа дейтін. Әбдіғали аға ақшаны алып, ештеңе сұрамайтын. Тек базарға барып, ет, күріш, май алып келетін. Кешке ас үйде отырып, шай ішетін. Қыздардың бөлмесінен шыққан күлкі, сыбыр, кейде шыңғыру естілетін. Бірақ ол ешқашан кіріп көрмеді. Ешқашан сұрамады. Бір күні мен көрші ретінде бардым. Қыздар мені қарсы алды. Кір, Раушан, деді Айгүл. Бөлмеге кірсем,
олар күліп отыр. Біздің өмір осы, деді Гүлнар. Әкем білмейді ме, дедім. Айгүл күлді. Білсе де, білмесе де, ол біздің ақшамызбен ташып отыр. Біздің денеміз оның тамағы. Сол түн әке ас үйде отырған. Мен терезеден қарадым. Ол ет жеп отыр. Ал бөлмеден Жұлдыздың күлкісі естілді. Күштірек деген сыбыр. Әке бір сәт тоқтап құлағын тосқандай болды. Бірақ ештеңе айтпады. Тек шайын ішіп жалғастырды. Қаталы әке енді қыздарының қамшысы емес. Олардың ақшасының құлына айналған. Ал қыздар түннің ханшайымдары. Дене ләззаты олардың еркіндігі. Әкенің тыйымы оларды қорғамаған. Қайта осы жолға итермелеген. Соңы